Сәлем достар, халдарыңыз қалай? Мен мойнымдағы кредит қарыздардан қалай құтылдым, мұның үшін не істедім, қандай методтардан пайдаландым, қандай жәрдем берді маған, бұл методтарды кімнен үйрендім, сол үйренген методтарым маған жәрдем берді ме деген мәселелер бойынша эфирге шығып отырмын. Әлбетте жәрдем берді. Ең бірінші кезекте Алла жаратушым, Аллаға шүкіршілігім көп. Құдайымның маған үйреткен, берген жол көрсетулерінің арқасында маған жіберген сен осы баладан үйрен осы білімді, сонда ғана сен осындай мойныңдағы қарыздардан құтыласың деп маған сілтеу бергеннің нәтижесінде мен эфирлерде Ерлан мырзамен таныстым. Һәм сол Ерлан мырзаның берген сабақтарының арқасында өзімдегі бір негатив пікірлерге көміліп қалғанлығымды білдім. Негатив пікірлерге көміліп қалғанлығымды, жаман состояниелер менің миымде орналасып қалғанлығы, соларды қалай шығару жолдары, сол ақшаның жолларының байланып тұрғанлығы, маған келетін ақшалардың жолларының байланып тұрғанлығы, не себептен екендігі, соны ашу үшін не істеуім керек екендігі хақында көптеген техникалар алдым, жасап көрдім, ерінбедім, істедім. Соның арқасында мен қазір бойым бірталай өзіме келіп, миым тазарып, миымдегі жиналған кашалардың бәрі тазаланып, қазіргі уақытта бір өзімді жеңіл халды сезінемін. Аллаға шүкіршілігім көп, бірінші кезекте Аллаға рахметім көп. Һәм алған сабақтарымның нәтижесінде мен қазір бірте-бірте қарызларымнан құтылып жатырмын. Көпшілік қарызларымнан құтылдым. Енді ұзағымен 1-2 айда мойнымдағы барлық қарыздардан құтыла аламын. Соның үшін Ерлан мырзаның маған үйреткен сабақтарын сіздермен де бөліскім келеді. Өте күшті техникалар бар ол жерде. Мінекей мен 10 сабақ алған болсам, соның бір какой-то 4 сабағын үйренгеннен кейін маған қандай да бір жоллар менен ақша түсуді бастады. Ақша түсуді, білесіз бе? Мен қалеген уақытында сол кімдер қарызларым берді, алған қарызларым берді, кімнен қандай және де басқа жерлерден жұмыс не қылды, маған айлығы көбірек жұмысларды геморрат етті. Одан кейін сауғалар келді маған. Сондай етіп, сол Құдайдың құдіретіменен маған өз-өзінен тесік тауып ақшалар келе бастады. Әлбетте, мен еле толық 10 сабақты оқып үйреніп болмадым. Әзірше мен сол 7-ші сабаққа келдім. Мүмкін 10 сабақты толық үйренгеннен кейін бұннан да көбірек жетістікке жетісермін. Егер сіздерге де сондай жәрдем керек болса, қарыздан шыға алмай жүрген адамдар болса, мен де үйренуді қалаймын деушілер болса,
мен әлбетте сол ерлан мырзаның сабақтарымен сіздермен бөлісемін. Әлбетте бұл жерде ұмытқа болмайды, әлбетте қолжетімді бағада сіздермен бөлісуді қалаймын.